Баршаға сәлем. Бүгін қосылайықтың эфирін қарайтын боламыз. Яғни менің реакциям болады, сіздердің де реакцияларыңызды комментарияда күтеміз. Бүгінгі эфир ол апрельдің 6-сы 06-04-2023. Бүгінгі жалпы тақырып ізбасар кешегі болған жағдай, яғни ізбасар әселді ұрғаны жайлы бірге қарайық. Және эфирді бүгін бірден Жандос пен Аринадан бастасақ па деп отырмыз. Ортаға келіңіздер. Екеуі жұп. Бұл жағдайда алдыңғы күндерде Жандос Аринаға сөз салған болады, яғни танысып көргім келеді. Енді Жандос пен Аринаның жағдайын қарайды, яғни бүгін айтпақшы сағат 13:00-ге жақын уақытта бірінші кезекте Хадиша келді, және ізінен бір 5-6 минуттан соң Жандос кірді. Сонда екеуі сыртта келісіп алған сияқты, екеуміз қазір бірге керсек, тағы да ойланып қалады. Қауіпті. Сен бірінші кір, мен сенің артыңнан кірем деп. Жоқ, Диана ханым, ол чисто андай сәйкестік. Сондай ма? Хадишамен дым байланыстырмайды бізді. Просто бір рет қайтқанымыз сіз көріп қалдыңыздан, и қазіргі случайностьті сіз просто бүйтіп ұштастырғыңыз келіп отыр. Ата Хадишамен ештеңке жоқ арамызда. Түсінікті. Жарайды, енді Арина екеулеріңіздің мәселелеріңізге оралсақ, таныстық әлі негізінде басталған жоқ, өйткені Арина өзінің нақты жауабын да айтпаған еді. Арина? Қайырлы күн, Диана ханым, қалайсыз? Шүкір, аман есен өзіңіз. Негізі эфирден шыққаннан кейін айтты ғой, күндірем деп, өзім сөйлесем деп. Сол эфирден кейін біз сөйлеспедік, негізі Жандосқа. Негізі сол уақытта шешеміз ба деп ойлаған едім мен. Но ол уақытта Жандос что-то телефоннан ғана шешкісі кеп. Сосын екінші күні, білмеймін, үйде жатсам, ол вообще тема жабылды, Жандос жоқ, өзі жоқ. Өзі де вообще көрінбейді мен өмірінде. Сонымен 12:30-да қателеспеймін, 12-де жазатман Арина дейді. Сонымен мен үйде болғам, не деп жазып жібердім. Сонымен үйдесің ба дейді, десем, қазір күте тұр, мен келем дейді. Екінші күні, бірінші күні емес, екінші күні. Сонымен жайма дедім, мен жайма неге десем, сөйлесу керек дейді. Сонымен келді, сөйлестік, негізі. Далада сөйлестіңіз? Далада сөйлестік. Деді жарты сағаттай сөйлестік. Но ол кезде де мен Жандосты дұрыс түсінген жоқпын вообще. Не айтты сонда сізге? Танысып көрейік та, енді деген сияқты сондай нелер айтты. Мен айттым, бірінші күні қайда болдың деймін да. Екінші күні кішкене ойланып келген сияқтысың деп, сонымен мен айтқан болатын өз ойымда. Жандос? Жоқ, Диана ханым, эфирдан шыққаннан кейін сразу звондадым мен Аринаға ша. Жоқ, өтірік айтып отқан жоқпын, шынымен де хабарласқам. Сөйтсем, астын сызып тұрып, біз Молямен тамақ ішіп көратырық деді. Хорошо дедім, онда өздері тамақ ішіп қайтсын дедім да. Сосын звондайын дедім. Мне кажется, Жандостың таныстығы ойладым, қазір шығатын өтірік сияқты. Мен сенбеймін Жандостың таныстығына. Сөйттім да ояқта сәл отырып қалдық. Ол кісілерді көп болған көрмегелі. Сонымен сәл ұзап баратқаннан кейін Аринаға звондайын дедім да енді. Сөйтсем, андай қыз өзінше, короче, сөйлескісі келмейді. Жоқ, Сосын одан әрі дедім. Мәссаған? Кейін сөйлесіп аламыз дедім да енді. Жоқ, мен барынша шын ниетімен неге сөйлескім кеп тұратын болсам, андай қып жауап беріп жатыр да. Сосын ладно дедім. Кішкене енді ашуланып тұрғанша эфирден әлі шығамай атқанша деп аурасынан. Сосын ертесіне бардым. Тоже кішкене кеш болып қалды енді, бірақ сонда да все-таки барып өзімдікін түсіндіруге тырыстым. Вроде сол жерде екеуміз біріміз түсінген сияқты еді. Қазір сәл басқаша айтып. Сол эфирден кейін Диана ханым шынымен хабарласты. Біз Молямен мен жылап шықтым ғой, кішкене ауырып шыққаннан кейін. Моля жүр тамақтанайық деді. Кішкене өзіне кеп ал деді. Хорошо дедім мен. Мен шығып бара жатсам, Жандос звондайды. Қайдасың дейді, сонымен сөйлесті, қайдасың дейді. Сонымен мен Молямен тамақ ішуге бара жатырмын десем, алады, хорошо демейді, ешнәрсе демейді, телефонды өшіріп тастайды. Мен түсінбей қаламын. Жоқ, шын айтам, телефонды өшіріп тастайды. Сонымен мен біртүрлі қалдым да. Сосын үйге келгеннен кейін маған жазады, типа, мен қазір келем дейді. Мен дайындалып отырмын негізі Диана ханым. Шомылып шыққан адам, хорошо есік алдында сөйлесіп киініп отырсам, қанша жарты сағаттан кейін ба мен келмейтін болдым дегенде мен біртүрлі қалдым.
сонда мен киініп отырмын, күтіп тұрмын, ал сен аласында түк болмағандай мен келмеймін деп жатсың. Мен айттым, енді хотя бы кел, сөйлесек, шешейік, точкасын қояйық деген сияқты. Ол телефоннан шешкісі келді, сол телефоннан алып, сосын кейін мен кішкене дауысты кішкене көтеріп сөйлескен болатын. Но мен деген емес та, кішкене дауысын көтеріп сөйлескен болып, содан алады да, мен сөйлескім келіп отырған жоқ па, онда все хорошо. Сосын мен хорошо дедім, онда ертең эфирде кездесеміз дедім да, телефонды өшіріп тастадым. Қосып сөйлеп жатсың, Арина? Мен телефонды әшейін қойған жоқпын, ең қызығы, сол эфирден шыққаннан кейін ана скрин салады да, күлкілі болды да. Енді қанша адам көргенін, реклама в директ сотрудничество, и ең соң сол неден кейін, не дейді, сообщение от будущего, не дедің, с прошлого деп жазып жіберді. Сосын мен бақыттысың ғой деп жазып жібергенмін ғой сторисіне. Камиланың жазғандарын салды, иә? Типа саған эфир керек па деген сияқты. Енді шынымен де түсінбей қалдым, сол сообщение не үшін шығарды, вообще не мақсатпен оны вообще историясына шығарған. Ал Камила сізді эфирге шыққаныңызды түсінбеді, қызғанып қалды ма, әлде қалай болды? Жоқ, білмеймін, Диана ханым, негізі шыққан кезде звондамай жазбай жүрген қыз, именно сол эфирдан кейін маған андай сөздер жазып жатыр да. И ол менде архивта жатқан. Жоқ, енді айтайын да. Ол менде WhatsApp'та архивта жатқанша, сосын архивтағылар маған смс бұл келмейді да. Сосын ол маған звондады. Мен оны көрмеппін біраз уақыт. Сосын звондаттан. Ұрсып берді ма? Не саған эфир жетпей жатыр ма, не дейді да. Сонымен не болды деймін да. Сөйтсем, бір айдың ішінде сразу ұмытып кеттің ба, не деген сияқты қылады да. Саған бір ай аздық етті ма, не Камила деген тоже тұрғын бір айлық деген негізі жандос еркек адамға, егер де сен шын сүйе білсең, бір айлық деген аздық етеді, есіңде болсын. Сен басында келдің, бірінші Мойлаға не істедің, сөз айттың, ол болмағаннан кейін Арина дедің, енді қайтып жаңағы өзімдеп, күлімдеп, бір көзің өзгеріп кетті, түрәліп кеттің Камиланы айтқан кезде ше. Мне кажется, сенде әлі Камила деген сезім өшпеген секілді, мен саған сене алмай отырмын. Жоқ, мен айтайыншы, Камиламен соңғы рет сөйлескеніміз просто бір ай бұрында, ал екеуміздің айырылысқанымызға одан көп уақыт болды. Енді просто алдында да айттым ғой, ол қанша жерден адам ұнағанмен, жоқ, шынымен де ол жақсы қыз. Просто если екеуіңе жолдарың түспейтін болса, лучше кетіп қаласаң. Ал Камила бұл қоңырау арқылы, яғни смс-тер арқылы сізді қайтадан өзіне қайтарғысы келді ме, әлде қалай болды? Жоқ, негізі ондай деп ойламайын, Диана ханым, онка просто әшейін сәл қызғаныш. Ашуланып. Сондай болған шығар, бірақ давай басынан көрейік, или анау-мынау деген әңгіме болған жоқ бізде. Негізі сондай әңгімені күткен сияқты Жандостың өзі де. Былай ғой, былай айтайыншы, алдыңғы отырған кезде енді мына жерде Аринаны негізі жаманат қылып тастап едік, сен андай тас жүрек болып отырсың, неғып Аринаға дұрыстап қарамайсың деп. Мынандай нәрсе отыр, Жандос, енді ренжіме. Мына жерге шықтың, сен шынымен де бірінші Диана ханым Мөлдірге сөз салған сияқты. Бұл біріншісіндеші, шынымен де Мөлдірге сөз салды, ешқандай пранк емес, мына жерге сенбей отырмын. Мөлдірден отказ алғаннан кейін Аринаны байқап қалды, Аринаны неғып кетейін деді. И бұның барлығы сенде жаңағы запланированный бірдеңелер айтып жүресің ғой. Походу сен бұның барлығын айландырып әкеп Камиланың жаңасын оятып, қызғанышын қайттан Камиланы өзіңе қаратып алғың келіп, сондай нәрсе болған сияқты. Бұл жерге қарап отырсам, неге Диана ханым, өйткені сен Камиланы айтып жатқан кезде кәдімгідей сүйсініп, рахатпен айтып жатсаң, андай жазып қалды, заңда сөйлестік, туда-сюда деп. Если сен жаңағыдай айырылысқан кезде жіберетін болсаң, жіберген кезде, білмеймін, Диана ханым, түсінген жоқпын, не үшін жазып звондаған екеуміз де бәрі біткен еді деп айтатын едің. Сен ана қызды қайттан шақырып, бірдеңе істейін деп жатқан сияқтысың планың бойынша. Енді тарих қайталанып, енді Камиланың өзі Жандосқа үміткер болып келетін шығар, жоспарларыңыз бойынша. Жоқ, Диана ханым, бізде ешқандай ондай жоспар жоқ. Просто енді Камила мен біз екеуміз өте жақсы нотада аяқтадық та. Енді мен оған ашуланғым келген жоқ, просто сондай реакция болды. Атак менде ол Камиланы қайтарып алу деген вообще ойымда. Жоқ, нотасымен ғой, бірақ Арина қандай нотаға түсіп жатыр, қазір мен түсінбей жатырмын. Сен мына жаққа танысайық деп көрдің. Неге бір әрекетің жоқ? Мынау күтіп отырған қыз жарты сағат күтіп отырады, сен кездесуге шықпайсың, шақ келмейсің. Дальше не план енді бұл жақта? Сен тағы да бір заполнение бірдеңе бар ғой сенде? Білмеймін планда не бар. Жоқ, білмейді ғой. Негізі Жандос, сен өзіңе не керектігін білетін адамсың ба? Мен өзі түсінбедім. Сен сезім білдірдің, жарайды. Ұнатам, Аринамен танысайық дедің. Хотя бы элементарно мына жақта отырып екеуің бір-біріңмен сөйлесіп отқандарын көрмейміз біз бар ғой. Как будто бір таныс адам для эфира галочки деген сендерге арналған сияқты. Именно Жандос саған. Және деме Камила қайтадан Жандосқа келеді деп ойламаймын. Кешегі ұрып соғып тепкілеймін деген әңгімеңнен кейін мен саған сендей жігітке мен Камила келеді деп ойламаймын.
Енді былай қарасаңыз, Ян ханым, қайырлы күн. Негізі енді Шерханды айтып жатыр ғой, мүмкін ол да сол шындықта шығар. Бірақ енді сіз айттыңыз ғой, жаңа история повторяется, үміткер болып келетін болса, значит, бұлардың өздерінің сол жоспары жүзеге асады деп ойлаймын. Жалпы енді білмеймін, енді Жандос енді жерлесім болғанмен де бір Аринаға бір серьезный көзқарасы жоқ сияқты деп ойлаймын. Өйткені любой жағдайда Диана ханым, я бір махаббат ұнату болса, енді өткендегі эфирге қарағанда, мысалы Жандос темір қызған кезде басу керек та, а ол темір суып қалды. А темір суып қалған кезде он қанша жерден ұрсаң да ол майыспайды. Енді білмеймін, енді Аринаға сұрақ қойыншы. Арина, енді сен айтып жатсың ғой, мен күттім, ол келеді деді, келмеймін деді. Соңында енді осы қалай жалпы сен көзқарасың өзгерді ма, әлде сен сол тарапта бір симпатияң әлде бар ма Жандосқа? Негізі симпатиям жоқ десем болады. Сол ситуациядан кейін негізі Диана ханым, мен неге мен негізі сол уақытта шешем деп ойладым, точкасын қоям деп ойлаған болатынмын. Но одан кейін ол телефонда мен кимеймін дегеннен кейін мен енді мен орнында басқа қыз болса да түсінеді деп ойлаймын, біртүрлі болып қалдым негізі шынымен де. Көз қарасым ауысты негізі. Менде ойымша Диана ханым Моляға сөз салды, болмай қалды, сосын мен отырғаннан кейін ана алтта Камиланы қызғандырайын деді да, сол уақытта маған да сөз салып жіберді деп ойлаймын. Ол мен ойламаймын. Сәлеметсіз бе, Диана ханым, негізі бар ғой. Арина, былай да, сен өзің дағдыға қимай ақ қойшы, как бы типа, мына жерде Моляға сөз салды, сосын қызғандыру үшін маған сөз салды дегендей. Жандос ол үшін сөз салып жатқан жоқ, ол әйтеуір біреумен бір нәрсе болса екен, осы жерде ортада отырсам екен, ортаға шықсам екен, кішкене болсын менің персонамның бар екендігін біреу көрсін екен деген ниетпен ғана жасап отыр бұл қадамдарды. Ата көзде Камиламен даже не пахнет, Моляға деген симпатия жоқ, саған да ешқандай ой жоқ. Жай ғана әйтеуір Жандостың ортаға шығудың амалы. И жалпы мен бірақ та осы жолдарда өткен сында да енді Жандостың бұл жобаға келудегі бір ниетінің тазалығына сен алмайды екенмін да. Менің ойымша сен жай ғана келіп кетіп жүрген адамсың. И бұл жерде саған ұнап отқан ешбір қыз жоқ. Жай ғана үміткеріңді күтсеңші, бәлкім біреу келіп қалады. Жоқ, Айдана әнше өткенде бір рет бір жақсылап бір қададым ғой, одан кейін Айдананың маған деген көзқарасы өзгерді да, қазір маған лишь бы бір нәрсе айту керек, негатив. Маған сен бейім деп атсың ғой, сен де просто осы жерге ортаға шығуға, сен де Данияр ұстау үшін, өйткені саған үміткер жоқ. Даниярдың машинасы бар, жағдай қарайды бар ғой. Сен просто мені көмгім кеп тұр да, у тебя не получается просто, видишь? Жоқ, Жандос, былай да, сен өзінше ойлайсың ба, мен сені бір рет қададым деп, қададым деген не сөз деймін да, сен ойлайсың ба, әлде сенің бір сөзің маған өтеді деп, әлде бір менің бір шамыма тиеді деп, онда еш нәрсе жоқ. Мен жай ғана өзімнің ойымды айтып жатырмын. Жандос, сен өште жүріс тұрсыңа қарап, ойлаймын да, жай келесің, жай кетесің, ешкіммен араласпайсың, эфирге дейін Аринаның қасына жоламайсың да маңына дегенде. Эфир басталды, менің Аринаға деген сезімім бар деп шығасың. Жоқ, хорошо, саған ол сөз тимеген екен да. Және де, кстати, қададым дедің ғой, я сол күні помню, жаңағы мен раздевалка жаққа кетіп бара жатқан кезде, Айдана барлығы жақсы ма, қолыңды берші деген, сен емес пе едің дегендей ғой. Так что тағы да айтамын, Жандос, бет пердені шешеміз, былай қарай как бы сырамыз и просто шынайы боламыз. Соның арқасында жүрген адамыз. Жоқ, хорошо, Айдана саған сол сөз тимеген екен да. Сен почему осыға дейінгі араласқан Айдана басқада, ал сол сөзден кейін неғып сенің қазір маған деген отношениең басқаша болып кеткен? Жандос, мен просто жоқ, мен не злопамятная, память хорошая, но не злопамятная. Просто Диана ханым, мен ойлаймын да, мына жердегі де пікір айтып бір-бірімізге даже элементарный. Қателеспесем, алдыңғы сезонда жасап, кешірім сұрама. Егер де бір нәрсеңді түсіндің ба, дұрыс емес айттым деп, келесі эфирда кел, жай ғана бір пакетіңді ұста, немесе просто халықтың алдында айт, мен сол жерде кішкене артық кетіппін деп. Былай мына жерде мен сені қададым деп алып сыртта кешірім сұрау, ол кішкене екіншілікке жатады. Мен бұл жерден жай ғана өз ойымды айттым. Как ты маған ой айттың, дәл солай ой айттым. Қайырлы күн, Диана ханым. Уақытта бәлкім үміткерлер келе жатыр, бірақ Камиланы қайта шақырып, ондай нәрсе болады деп ойламаймын. Өйткені өткен ара қатынас өтті, кетті, ол қайттан оралмайды. Және де айтқым келетін, Аринаға да бір ашылып тұрған сезімін көріп тұрған жоқпыз, енді ол көзге көрініп тұр айқын. Сондықтан айтқым келетін Жандос, нақты шешімін тауып, осы жерде нүктесін қойып, не былай бір жауабын берген дұрыс ер азамат ретінде. Ер азамат ретінде бір жауабын Жандос жарнамадан кейін береді. Жарнамадан оралдық. Кезекті белгі бізде Дананың қолында Мұхтарды оқы дейді. Сізге сұрақ, Дана, Абай жолының авторы кім? Мұхтар Әуезов. Білесіз, Арина, ортада. Ойланып қалыпсыз. Ойланып қалғам. Кеше, негізі біз екеуміз, кеше Жандос екеуміз бірге шықтық қой. Неге шер, Абай жаққа шер.
сонымен кетіп бара жатсақ киноға шақырады да мені. Жол жөнекей. Ары қарай Арина таныстықты жалғастырамыз жоқ па енді көретін боламыз. Барғым келмеді негізі. Сонымен одан кейін киноға барып қайтайық дейді, сосын бармаймын дейді. Кіммен сөйлесіп жатсың деп сөйлесіп жатыр ғой. Кіммен сөйлесіп десем, Камиламен сөйлесіп жатсың ба десем, иә Камиламен сөйлесіп жатырмын дейді. Ұялы телефонмен сіздің өзіңізше? Неге? Переписка. Сен шықпасаң да Камила жүгіріп шығады ғой киноға деді да маған. Сосын барып мен бүйтіп қарадым да, мына сөзден кейін сен вообще нормальныйсыз ба деген сияқты сұрақ қойдым да мен біртүрлі қалдым. Негізі шынымен де ерігіп жүрген сияқты Диана ханым Жандос, өйткені білмеймін, мына жерде шынымен ортаға шығып Камиланы қызғандырсам екен деген сияқты только қадамдар бар да, а так серьезно қадам жоқ негізі. Диана ханым былай ғой, кешеде постоянно реклама кезінде той қашан деп келеді да мен жаныма ше. Кіммен той десем, Камиламен той. Сен өткендегі смс из прошлого Камила жазды ғой, я бір нәрсе болса Камила деп өз тыға береді да, сосын мен вообще басқа адаммен сөйлесіп жатқам. Сөйтіп кіммен сөйлесіп жатсың, Камиламен ба дейді. Я дедім. Уж қоймай қойды, күні бойы Камила. Сөйтіп адам құсап неге киноға шақырғым келген негізі. Сөйтіп жүрсе, если че киноға барып қайтайық десем, жоқ мен бармаймын дейді да. Сосын қайттан Камиланы тықты. Сосын айттым мен, ладно, онда Камиламен барам дедім да, бірақ ол шутку болған ол. Әзіл, иә. Өйткені өзі Камиланы қайта айтады. Реклама сайын той қашан дегендей бағанаш. Екі сөзінің бірі Камила. Мөлдір? Диана ханым, негізі қазір қарап отырмыз ғой енді. Жандос, негізі байқасаң, бізде қатысушылардың пікірлері бір 50-ге 50 болады да. Біреулер бір жақтап отырады, біреулер бір сенбей отырады. Ал сенде байқасаң 100% қатысушылар сенбейді да. Өйткені білмеймін, бір сенің сөзіңмен істерің мүлдем сәйкес келмейді. Сөзің басқа жақта, ісің басқа жақта. Алдында да енді мені пранкқа қостым деп отырсың ғой. Негізі менің орнымда болса бір басқа қыз ренжитін шығар, мен бірақ қатты қуандым. Дәл сол пранк болғанына. Мына жерде бір Жандос сен емес, осы жерде бір сезім білдірген Арина сияқты қылып отырсың да, осы жерде өзінше болып. Мен Аринаға айтқым келеді. Арина, саған осылай қазірден бастап жасап жатқан адамға одан да жоқ деді, үміткеріңді күт. Саламатсыз ба Диана ханым, ассалаумағалейкум қазақ елі. Иә, айтып жатыр ғой Жандосқа өзінше болсын. Жандостың болмысы осындай Диана ханым. Алдыңғы жылдан бері білеміз ғой, осылай отырады, өзі күліп отырады. Оның болмысы сондай болғаннан кейін просто Арина сенікі бар ғой, шыны керек бір осы жерде ақыры таныстық бастаған екенсіңдер, бүйтіп кімге сөз салса да, кімге сөз салмай жатыр, мына жақта әйтеуір бастап жатыр ғой, мысалы. Сол сияқты екеуің мысалы ақыры оңаша кетіп бара жатыр екен, Камиланы не үшін қозғай бересің сен қайта? Камила, или Камиланы қосылғанын қалайсың ба сен? Жоқ, или қызғанасың ба, айтшы? Жоқ, енді саған неприятно, саған келіп сен бывший жігітіңді айта берсе, осындай десе, сен де айтасың, қумаш дейсің. Жоқ, тоқта, енді мына жерде қызғанып жатқан жоқпын, во-первых, во-вторых, күте тұр, мен сөйлеп алайын. Енді сообщение из прошлого деген сағаннан кейін мен Камилама деп ойланып қалған кезде мен Камила сол үшін прикол ұстап мен оған айтқанмын. Камилама, но ол кезде ода жаңа жоқ деген реакция жоқ та, Диана ханым. Сол уақытта мен негізі Камилама жазып жатқан кезде сол ғана әңгіме болды, басқа әңгіме. Сен неге оны айта бересің? Себебі сен өзіңе сенімсізсің. Мен неге сенімсізбін? Сен егер өзіңе сенімді болсаң, сен прошлый жайлы қозғамайтын едің. Смело өзің жайлы айтатын едің. Тоқтай тұршы, если мен ұнатып жатсам, мейлі да, просто менің ішім ашыған, просто ол тұрды Аринаға, Арина сезім бар екен деп, мен сезім бар құсап шығарып қойғанда просто. Сенің ішің ашитындай әлі жұп болған жоқсыңдар ғой сендер. Сендер енді бастап жатсыңдар ғой. Жоқ, бағанағы из прошлого дегенді айта салайыншы, Диана ханым. Бағана айттым ғой, маған архивтан жазғанда, сосын мен архивтан шығарған жоқпын сөйлесіп болғаннан кейін де. Сосын бір нәрсе жазғанда маған, сөйткенде удалить етіп тастаған. Сосын мен оны из прошлого деп жазған кезде мен ояққа жаздым да, кезінде болмаған нәрсе, типа болашақта болмайды деп, ол по-любому оқиды мен, фейктан болсын, басқа жақтан болсын. И сол жерде де негізі мен айтқым келген, Камила екеуміз болашақта по-любому бірге болмаймыз, Диана ханым. Диана ханым, қос кетсем болады ма? Қайырлы күн, қайсыздар? Біз жақсымыз, сіз ше? Әсел қайда? Сәлден кейін қазір студияға екеуміз Арина қызғанатын сияқты негізі Камиладан Жандосты. Иә, Диана ханым, енді кешеден бері сол тақырып қозғалып жатыр. Мен сол кешегі тақырыптың айналасына бір сұрақ қойып кеткім келеді. Кеше Жандос сен енді мен қорғадым ба енді білмеймін ғой енді осындай деп андай айтып жатсың да. Енді Арина саған сұрақ қойып кетейін дедім. Сен Жандос сенің типажыңдағы жігіт па? Жалпы былай. Енді қызғанғаныңа қарағанда кішкене сәл уже сен кәдімгі бірінші сезім білдіріп жатқан сияқтысың. Енді қара, жарайды, оны сұрамай ақ қойын.
Кеше менің тақырыбым шығып кетті енді, абьюзер болдық, тиран болдық, жарайды, ортаға шыққан енді арғы талқылаймыз біз енді. Бірақ саған сонда как-то бір шапалақ беріп, болмаса арғы дальше добивать етіп жіберетін жігіт ұнай ма сонда? Жоқ. Мен ондайға екінші рет баспаймын, Диана ханым. Білесіз ғой? Мен отношениямда ондай болған. Онда танысты, сен жалғастырып жүрсің сол кешегі пікірден кейін. Мен Жандосты жаман деп жатқан жоқпын. Жандостың біз енді не жоқ енді былай рулас болып келгеннен кішкене бір екеуміздің неміз сәл келеді. Өйткені қызуғандығымыз неміз енді. Мен оны жаман деп айтқан жоқ, бірақ енді кеше өзі бір асыра сілтеп айтып жібергені бар. Мен дальше добивать етіп жіберем, бүйтіп жіберем деген. Сол нәрсе сенің миыңа. Қызбен төбелесем деді ғой қысқасы. Жоқ, Диана ханым, олай емес, мен до конца соны айта салайыншы негізі. Бастаған жоқ. Жоқ, айтқан нәрсеңді ақталмай қойшы бауырым, ақталып жатыр емес. Қойшы, айтып аласыңдар да сразу ертесің кешірім сұрай саласың. Жоқ, мен кешірім сұрамаймын, давай до конца айтайық. Қазір айтып алсыншы, не, қай жерін өзгерткіңіз келіп тұр? Мен қызды ұрам деген кезде оны көгалай қойдай қылып ұрып тастаймын деп жатқан жоқпын ғой, бір қан шығарып ұрмаймын ғой. Просто кешегінде ситуация болатын болса, мен может басқаша поступать ететін едім деймін да, елдің көзінше мен де түсінемін, оны жігіттер де түсінеді деп ойлаймын. Елдің көзінше егер қызың бар алып келе бар салфеткаңды или бүйтіп істейтін болса, мен де беретін едім шапалақ деп құршы деп. Диана ханым, енді мүмкін қыздардың ондай еркелігі шектен тыс сіздерге көрініп жатса, арақатынасты дер кезінде тоқтатып, екі жаққа кете салған дұрысырақ шығар негізінде. Жоқ, негізімен ізбасардың одан кейін жұдырық кетеді, одан кейін тепкілейсіз, одан кейін бір күні қан шығады, одан кейін сіз тоқтамайсыз қан көргеннен кейін. Жоқ, сіздер онша сразу қатты қалып кетіп жатырсыздар. Мен негіз жоқ, енді бір күн айттыңыз, екі күн осының үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатырсыз да, қызға шапалағын беру керек, қандай жағдай болмасын, ол соған лайық дегендей. Жоқ, если өзі қоймай баратса, Диана хан болады ғой. Диана ханым айтсам бола ма? Қайырлы күн, Диана ханым. Иә, мен бұл жұпқа жұп емес. Жұп емес қой, таныстықта басталмаған. Таныстықта басталмады. Мен сенбеймін бұларға. Бұл жақта, жұптың жұпарisi де шықпайды. Көздерінде не от жоқ, не симпатия жоқ, не сезім жоқ, нөл бәрі. Нөл. Дым жоқ. Ерасыл, саған бір нәрсе айтайын ба? Жандос, тұра тұр, мен сөзімді аяқтап алайын. Иә, мың жерге қарап отырсам, сен брат, бойың ұзын болса да ақыл қысқа жігіттің тірлігін жасап отырсың да мың жерде. Конкретно айтқанда, сен Аринаға сезіміңді білдірдің ба? Оған действиялар жасап, өзіңнің оны ұнататынды дәлелдеуің керек еді бұл жерде. Құр ғана сөзбен бәрі шешілмейді бауыр. Ерасыл, бағана андай сөзді келесі жолы айтпа. Диана ханым. Сосын мен саған бір нәрсе айтайын, сен ғана емес бұяқта сенбей отқаншы. Ешкім сені отқан жоқ неқтіман. Сіз бір андай бір күшті нәрсе айтқандай болмай-ақ қой, 100% деп айтты ғой бағана. Ешкім сені отқан жоқ. Күшті нәрсе айту үшін жүрген жоқпын бауырым. Мен өзім ойымды өзімнің пікірімді айтып енді әрине ой айту өте орынды ғой, бірақ та қатты бір личкаға кетудің қажеті жоқ деп ойлаймын да. Просто мынау кім төреште айтып жатсың ғой сен Аринаға ішің ашыды депші. Менің ойымша бұл Аринаның іші не үшін ашыды? Өйткені анау бірінші күні өзім сезімім бар, туда-сюда дегеннен кейін просто Жандос серьезно қарамағаннан кейін бұл кішкене ішінде бір обида болып қалды да, іші ашып қалды. Неге солай деген сияқты да. Бірақ та енді Аринаның шыққаны бойынша сендер далада жүріп Камила жайлы сұрағаны бойынша менің ойымша бір 100%-ың бір 40% сенде возможность бар сияқты бұл қызды өзіне қаратып алуға. Егер де сен шынымен жаңағы Камиласы бар, басқасы бар, осы жерде айтып жатқан ағайындардың пікірлерін тыңдамай, просто көрші, мүмкін шығады. Енді сіздерде таныстықтың жалғасатын шешетін кім? Арина, өзіңізден сұрайық. Мен. Негізі, Диана ханым, таныстық тоқтайды. Таныстық тоқтайды, мен өзім өткерімді күтемін. Екеумізде шамалап біреуімізге ұнап жатқанын. Лучше осымен тоқтатып, өз-өзім. Әркім өз үміткерін күткені жөн. Жандос? Диана ханым, негіз осы шешім дұрыс. Дұрыс? Иә. Өйткені біз кешкісін бар сөйлестік қой. Сол кезде негіз бұл жерге көп әңгіме шықпай жатыр да. Сол жерде негіз бірімізден түсінген, что бірімізді кимейміз, Диана ханым. Ең дұрысы негіз өз үміткерімізді күткеніміз жақсы. Ал Арина өз үміткерін күтеді ғой, сіз басқа жанды күтпейсіз бе? Жоқ, Диана ханым, осы жерде өзіме тағы да көп алғанда өмай-ақ қойын, бірақ Камила екеумізді Құдай битіп қосты ғой кезінде. Енді мен ойламайым, қосылайықта екеуміз қайттан қосылып кетеміз депші. Камила... Ойламаймын ба, әлде сенімдімін бе? Сенімдімін. Иә, сенімдісіз. Онда енді күтпейміз Камиланы. Күтпейміз. Сіз де күтпейсіз. Мен де күтпейміз. Жоқ, ол кимейді да ол. Ондай сөзді айтпаңыз. Қосылайыққа келмеймін дегендер айналып 6 реттен 8 реттен келіп жатыр. Оның бірі менің алдымда отырған сіз. Деген сияқты ғой, енді өмір ғой өмір. Жарайды, жайғасыңыздар.
Ау Шерхан. Жалпы білмейме түсінбей кеттім бар ғой. Кімді? Осындай кісілердің арқасында бізге уже халық сенбейді натуре дегенде ше. Таныстықты бастаймыз деді, 2 күн бойы біз оларды күтеміз, и таныстық тоқтаған дұрыс деп. Спокойно тоқтатса, адамды күресу, кішкене прогресс, процесс жоқ па сендерде ондай еш нәрсе сонда? Жоқ, негізі Диана ханым, біз кездесіп, біз танысып жүрген жоқпыз ғой. Сөз салды, көрдік, болмады, и все, болды. Күресетіндей бұл жерде ешқандай да сезім жоқ Шерхан. Не үшін күресет дегенде ғой, Нұрдәулет? Просто енді Шерханның айтайын деп тұрғаны, мысалы 2 күнге созылған нәрсе болды да, мысалы 2 күн ішінде де, мысалы Аринаға болмаса кімге, Жандосқа үміткер келіп қалатын бет деген сияқты ой ғой. Ондай ой бар, дұрыс. Болмайтын, барлықтарымыз біліп отырдық та, ондай 100% ондай арақатынан шықпайтынша, сөйтіп отырып талқылап отырмыз да, құр босқа кетіп қалды. Жарайды, ал біз ортаға Ізбасар мырзаны шақырамыз, келіңіз. Кешегі жағдайдан кейін эфирден соң екеуіңіз бірге шығып кеткен едіңіздер. Сөйлесу болды ма арада? Бізге соны айтып беріңізші. Сөйлесу болғанда ол қызуғандылықпен өрде сөйлесу болған жоқ, тек ұрыс болды Диана ханым. Демек, адам сияқты сөйлесе алмадыңыздар. Ондай болған жоқ. Сен бүйткенде, мен бүйтпе, мен бүйткенде сен сөйтпе деген нәрсе бірден ол ешкім өрде басылған жоқ біз Диана ханым. Бірақ сол әңгімеден кейін Әсел барлық киімдерін, заттарын жинап кетіп қалды. Артынша мен де кеттім, сәлден кейін одан кейін негізі үй жағында мен бір-екі заттарым қалып кеткен едім. Мен соны алып кетуге бардым. И барып заттарымды алып қайттым о жақтан. Тоже ұрыстық Диана ханым, шыны керек. Ол жерде де ұрыс болды. Білмеймін о Диана ханым, шыны керек. Бірақ енді алдын ала мен кешірім сұраймын, кеше туысқандарымен де сөйлестім. Өзінің жеңгелері бар, сестренкалар бар, солармен сөйлестім. Енді бірақ олардың енді былай айтқанда маған ешқандай бір дөрекі сөйлеп айтып жатқан жоқ. Мен басы ол кісілерді бір сыйлайтын, маған түсіністікпен қарамайсыңдар бір-бірлеріңе деген не болды? Кәдімгі енді ол ерке қыз ғой деген сияқты. Мен білем Диана ханым, менде кінә бар. Демек туыстары сізге ренжулі емес? Ренжулі емес, ренжиді ғой іште Диана ханым, ол кімді ренжімейді. Бірақ сізге хабарласқанда не айтты? Мен өзін бір жеңгесін постоянно айтып жүреді ғой. Иә. Сырласатын жеңгесі. Сырласатын, одан тағы өз бір берік Шымкентте тұратын өзінің бір жеңгесі бар. Сол кісі дәрігіме жазды. Мен оның басында кім екенде түсінбедім, бұл кім андай-мындай деп нетіп едім. Біз алдында Шымкентке барған кезде бәріміз караокеде өлең айтқанбыз, сол жеңгесі едім. Негізі өте былай несі мықты ол кісінің. Мен бір сыйлайтын развитие жақсы ол кісінің. Көп жағын түсінеді. Мен сен жағында түсініп қарайын, и Әсел жақта мен түсініп қарайын деді да. Ол ерке қыз, ол кезінде мен қолымда өскен, оны түсінесің. Бірақ анау мен де кеше шыны керек Диана ханым қатты бір андай ашуланғанда кеше енді ол да бір агрессия беріп андай болып бірімізді көрмейтін кеттік шыны керек Диана ханым. Сөйтіп кеткен кезде артынша мен үйге жетіп жатырмын, сторис салғанда бүйтіп бір кәдімгі жылап, мен одан кешірім сұраймын. Мен шыны керек жынанып кеттім Диана ханым. Иә, ол суреттерді мен де көрдім. Скрин қылып салдым да, үйтіп жылап, менің нелерімді кешірім сұрамай қажет жоқ. Бірақ қазір қарасам алып тастаған екенсіз. Мен қай кезде алып тастадым, өйткені жеңгесі звондады, Ізбасар алып тастайсашы, ол нәрсенің керек жоқ. Мен өзім сөйлесіп, бір ол тарапта мен тыңдап нетіп көрейін дегенде мен жеңгесінің бір ауыз сөзін тыңдадым, реск алып тастадым. Ал қазір енді кішкене ашу тарқаған соң барлығын ақылмен сараптасаңыз, өзіңіздің кінәңізді мойындайсыз ба? Мен мойындаймын Диана ханым. Мен кінәлімін Диана ханым. Қандай случай болмасын, мен өзіме негізінде о бастан ешқандай қол көтеру, кәдімгі жекіп қалу деген нәрсе мен өзімде қалмаймын Диана ханым. Білесіз, мен ашуым көп шыға бермейді, бірақ андай бір жарылып кететін кездер болады. Кейде бір аха бір неғып бұл ондай деген сияқты болады ғой, бір әр адамда. Былай сараптап қарасам, ол қызында ренжісі бар ғой, енді көп қой, әрине былай болады. Андай ренжіс қабылдадым да бір неғып сен үйтесің деген сияқты бір асыра сілтеп кетеді да, мүмкін кеше бір туш жағы жіберді, бүйт жіберді деген енді нетіп жатыр ғой, айтып жатыр. Бірақ мен өз қателігімді мойындаймын Диана ханым. Мен ол жерде бір тұрып кетсем де болар еді деп айтыпшы. Сол арақта неғып жақтың деп сондай бір сілкіп қалғаным бар шыны керек. Оның артынан мен өзім мойындаймын Диана ханым. Өйткені кешеден бері негативке толып кеттім. Шыны керек ұйықтаған да жоқпын Диана ханым. Үйде балалар көрді. Одан кейін бүгін де аузым ашық Диана ханым.
бекітейін десем андай бір ойлар келіп қалып бүгінше кішкене сәл бір өзім сабырлық ұстап ертеңнен бастап кішкене сәл ойымды жинақтап сәл бір өзімді кішкене бір иманға келтірсем деген ғой Диана ханым. Кешегі Әселдің өзінің жүктеген стористары қазір біздің экранда. Өтініш сіздерден маған өйтіп қайта жаза берудің қажеті жоқ. Қажытым болды. Маған больно болса да. Сосын сестраларым, жеңгелерім, туысқандарым маған жазбаңдаршы, иә. Ренжімеңіздер, енді өйстіп айтып бәрі атменен болғанда. Қазір маған ешкім жазбаңдаршы, өтініш. Кейбіреулеріңізге айтуға оңай бәрі, бірақ та бәрі сіздер ойлағандай оңай емес қой. Мені қаралаудың да қажеті жоқ. Өзі кінәлісін деп мен ештеңе істеген жоқ. Менің бар кінәм просто шынымен махаббат деп жүргенім болды. Бірақ бұндай махаббатқа рахмет. Диана ханым, осындай стористер. Бұл соңғы стористер, одан кейін әлі Әсел өз парақшасына еш нәрсе жүктемеді. Негізінде бұл стористен кейін ешқандай хабарға шықпаған. Мен енді екеуміз ұрысып кеткен кезде шыны керек Диана ханым қатты қырылдық. Мен ондай қырылысты, ол екеуміздің арамызда ондай ұрыс болмаған негізінде. Бірақ кеше сізге эфирден кейін кешкі уақытта редакторыңыз хабарласқан кезде болды, біз кездестік, сөйлестік, суреттердің барлығын өшірдік, бізде барлығы бітті деген сөзді сіз айтқан едіңіз. Ендігі сұрақ, ол ашу үстіндегі қабылданған шешім бе, әлде қазір әлі сол ойдасыз? Ол кездегі ашу берілгенім, Диана ханым, мен просто андай қылдым да, каждый ашуланған кездерде біз болып жүрді, алдына бір блокқа қойып тастайды, кейін блокқа қойып тастағаннан кейін қайтадан шығарып қояды, сәл бір ұрысып қалса резко блокқа қойып қояды, ананың бәрін архивке галереядан да сурет қалдырған жоқ. Диана ханым, о бастан августте біз қалай келдік, сол кезде де бірге түскен бір фотолар, бір тиктоктар, мен сол моменттің бәрін полный видеоларын өшіріп тастадым и архивте де удалить еткізіп тастадым. Диана ханым, шыны керек, ол ашудың үстінде. Вот сол. Одан кейін кешегенде болды, маған ешкім звондамасын, маған ешкім хабарласпасын деп айтып отқан, даже туысқандарымды телефон көтермеген. Өйткені сестралар звондады, жазып жатты, дайрек мен номерін бердім, номер телефонмен сөйлестік, неғып көтермей жатыр, біз қорқып жатырық, алаңдап жатырық дейді. Мен айттым, ол жерде ашуланатын ештеңе жоқ. Бұл айтқан кезде ол да маған қатты сөйлеп өзін, мен мынандай ұрыс-бұрыс болғанда, мынандай жылап сторис сағанда мен былай таң қалдым да, одан кейін неғып бұндай қып сабат? Ал біз кеше жұмыста отырдық, кешке дейін ойлап қалдық, сіздің жақындарыңыз Әселге хабарласқаннан кейін телефондарын көтермей, Ізбасардың жақындары маған жазбаңыздаршы, маған хабарласпаңыздаршы деп айтты деп ойладық. Ол өзінің туысқандарын айтқан, өйткені өзінің туысқандарын телефон көтермей қалған. Бүгін сөйлеспедіңіз? Жоқ, сөйлеспедім. Түнде де сөйлеспедіңіз? Түнде де сөйлеспедім. Үйде барып жаттым, тамақта ішкен жоқпын, Диана ханым. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін Ізбасар мырзаның шешімі өзгере ме, ал Әсел Ізбасарды кешіре ме көреміз.